Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу. Біз Маңғыстау облысының тұрғындары осы үндеуімізді жолдай отырып, Асар баспана тұтынушылар кооперативіне өз еркімізбен салымшы болып кіргенімізді және кооперативке ақшамызды ешкімнің үгіттеусіз, алдауынсыз өз еркімізбен салғанымызды айтамыз. Кооперативке кірген кезден бастап барлық жұмыстар таза уақытында атқарылып отырды. Кооператив өз салымшыларының алдында барлық міндеттемелерін толықтай орындап отырды. Біз кооператив мүшелері кооперативке ешқандай арыз шағымымыз болған емес, және де болмайды да. Себебі Асар баспана Қазақстан азаматтарына қазіргі қиын кезде әлеуметтік жағдайын көтеріп, пайсыз үй алу, автокөлік алу мүмкіншілігін берді. Және басқа да проектлерге үлескер болып, асарлату арқылы, яғни біз бір-бірімізге көмектесу арқылы жағдайымызды жақсартып келдік. Бұл дегенім үкіметке үлкен көмек деген ойдамыз. Біз үкіметке ешқандай да шығын әкелген жоқпыз. Асар баспана бұдан басқа да Қазақстан өндірісінде дамыту мақсаттарында отандық такси ашу жоспары бар. Ол ашылса қаншама адамға жұмыс орны, табыс көзі ашылайын деп тұр. Алда халыққа пайдалы жасалатын жұмыстар көп. Қазіргі таңда бұқаралық ақпараттар кездерінде Асар баспана жобасы туралы таратып жатқан мәліметтер толықтай жалған екенін мәліметтеп, бұндай ақпарат таратуды тоқтатуыңызды сұраймыз. Халықтың жобасын қаржылық пирамида деген негізсіз жариялап отыр. Осы үндеуіміз арқылы біз Асар баспана тұтынушылар кооперативінің салымшылары, Асар баспана басшысы Нұрбол Маратұлы Тұрғынбаев және офис жұмысшыларына ешқандай да арыз шағым талабымыз жоқ деп жариялаймыз. Кооператив өз жұмысын жалғастыруға ықпал етуіңізді сұраймыз. Бұл барлық асаршылардың сұрауы, халықтың өтініші орындалады деп сенеміз. Біз Асар баспананы қолдаймыз. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз.